Жалпы адамдар рухани жолға келген кезде оларды әртүрлі сынақтар мен ловушкалар, тұзақтар күтіп тұрады. Ең бірінші тұзақ бұл адам жалпы осы жолға түскен кезде іздене бастайды. Әртүрлі білімдер алады, 100 түрлі кітап оқиды, 1000 түрлі посттарды оқиды, әртүрлі адамдардың тренингтарына, сабақтарына барады. Өзінің білімін тереңдете түседі. Осы кезде кей адамдардың білімімен қоса эгосы да көтеріле бастайды. Шынайы адам оянбай тек білімді жинай береді, барлық нәрсені біледі, бірақ өзі үшін емес, өзгелер үшін сол білімдерді жұмсай бастайды. Осы кезде сізге өзіңізге сұрақ қою керек болады. Сіз шынайы оянып жатырсыз ба? Әлде ояну туралы оқып жатырсыз ба? Жай ғана ояну туралы контент көріп, өз-өзіңізді алдап жүрсіз бе? Себебі шынайы трансформация бұл тек білімде емес, шынайы трансформация іс-әрекетте. Сіздің біліміңіз іс-әрекетке айналмаған кезде, ол просто мидағы ақпарат болып тұрады, және сіздің эгоңызды көтеріп жібереді. Ақпарат ол әрине құрал, бірақ ояну ол тәжірибе, өте үлкен тәжірибе. Осының айырмашылығын түсінбеген кезде адамдар бір орында қыстырылып ловушкаға түсіп қалады. Осы кезде рухани эго ояна бастайды адамдарда. Білімнің бәрін жинам, мен рухани оянған адаммын, мен барлығын білемін деген бір ловушкада жүреді. Және осы білімдерін өзгелерге тықпыштай бастайды. Мен алдында бір тренингқа барғам отношения туралы. Сол жерде тура сенің қарым-қатынасыңды айтты. Саған осылай істеу керек, саған бұлай істеу керек. Мен алдында финансовый грамотность бойынша бір жерге сабақтан өткенмін. Саған бар ғой финансовый грамотностьіңді арттыру керек. Саған осындай нәрселерді бүйтіп істеу керек, сөйтіп істеу керек деп, ана алып алған білімін өзі пайдаланбайды. Әрекетке итермелемейді, бірақ өзгелерді өзгерткісі келеді. Өз білімін өзіне емес, өзгеге жұмсағысы келеді. Мен білемін деген нәрсе бұл дамуға емес, керісінше тоқырауға алып келеді. Бұл ловушкада адамдар жылдап жүреді. Бұл ловушкада психологтарда, коучтарда барлығы жүреді. Және осындай ловушкада жүрген психолог-коучтармен де мен проект барысында біз командамен жұмыс жасаған болатынбыз. Мен барлығын білем, мен деген шетелден оқып келгем, аннан оқып келгем, мыннан оқып келгем, бірақ сіңіліме айтсам ол түсінбейді, ол ұқпайды деген сияқты гордыня ловушкада адам тұрады. Осындай моментте адамның білімі болады, бірақ менің жаным тыныш деген иллюзияда өмір сүреді. На самом деле ішінде бір құрт тұрады, что-то не так деген нәрсе тұрады. Адам өзінің білімін арттыра беруі мүмкін. Шынайы жанының жарақатын емдеп, өзін шашып, өзімен толықтай танысып, қай жерінде қандай нәрселер бар екенін біліп, өзін қайтадан толықтай шашып тастап, қайтадан құрастыру үшін емес, жанына терең үңіліп, өз жарақатын түбінен емдеу үшін емес, жай ғана адамдардың алдында ақылды болып көріну үшін. Адамдардың алдында бір бұл деген тренингтен сабақтан қалмайды, бұл өз-өзімен жұмыс жасайды, ақылды адам деген статусқа ие болу үшін кредит алып болсын, өз білімін арттыра береді. Кейін сол білімін ел жұртқа пихать етеді, керек емес кезде. Барлық душа оянуды таңдамайды. Кей адамдар, мен осы ақпараттың барлығын біліп алдым, жан, тән, рух туралы дейді, ана адамдарға, басқа адамдарға айтқысы келеді. Бірақ ол адамның жаны әлі аш емес ол нәрсеге. Бұл тәкаппарлықтан болады. Сіз
жаным ашып тұр деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ сіз түпкі тамырын бүйтіп ашып қараған кезде мен бұл нәрсені білемін деген бір эго болуы мүмкін. Бәрінде емес әрине. Кейбір адамдар Құдайға недоверие болады, кейбір страх болады, но көбіне осындай бір эгомен өзгерткісі келетін адамдар болады. Және сіздің осы керек емес, аш емес адамға өзіңіздің біліміңізді пихать ету ол адамның границасын бұзады, шекарасын бұзады, ол адамның кармасына кіруіңіз мүмкін. Осындай мен ақылдымын, бәрін білем деп жүріп, өте үлкен көп кармаларға кіріп кетуіңіз мүмкін. Осы кезде сіздің айналаңызда адамдар азая бастауы мүмкін. Сіз өз қолыңыздағы бар нәрсені байқамай адамдарды төмендетуіңіз мүмкін. Менің күйеуім деген дым тақырыпты түсінбейді. Ол деген оянбаған, ол ұйықтап жатқан адам. Мен деген оянып кеттім, мен одан да күштіге лайықтымын деп айналасындағы семьясын менсінбей бастайды. Бұл тоже ловушка. Одан кейін адамдар сіздің денеңізден, сіздің сфераңыздан шығып тұрған тәкаппарлықтың иісін сезе бастайды. Содан кейін сізден теріс айналуы мүмкін. Осындай моменттерде көп адамдар жалғыз қалып жатады. Біреулермен ұрысып қалады, біреулер просто сізбен қарым-қатынасты тоқтатқысы келеді. Бұл сіздің рухани дамып кеткеніңіздің әсерінен емес. Сіз ол адамдарға тәкаппарлықпен қарап, ол адамдарды төмендеткеніңізді олар да сезеді. Сол үшін сізбен бір пространствода болғысы келмей, кетіп қалуы мүмкін. Осындай кезекте келесі ловушка пайда болады. Менің айналамдағылардың барлығы оянбаған, мен ғана оянғанмын. Мен ғана тақырыпты түсінемін. Олар түсінбегеннен кейін менің айналамнан жоғалып кетті деген бір тоже ловушка пайда болады. Мен жалғыз қалып қалдым, айналамдағы адамдардың барлығы кетіп қалды. Себебі олар оянбаған, мен оянғанмын, олар менің жан дүниемді түсінбейді, бірге айтатын тақырып жоқ, олар өсек айтады, мен ондай нәрсені айтқым келмейді, потому что мен деген оянып күшті болып кеткенмін, деген сияқты адам өз-өзін алдай бастайды. Шын мәнінде ол кісілер сізден просто шашып кеткеннен кетіп қалуы мүмкін. Ол сіздің бір рухани оянып керемет дәрежеге шығып кеткеніңіздің нәтижесінен емес, просто сіздің коммуникация құралмағаныңыздың кесірінен, қарым-қатынастарды реттей алмағаныңыздың кесірінен айналаңыздағы адамдардан ажырап жатқан болуыңыз мүмкін. Рухани даму, ояну барысында оқшаулану процесі болады адамдарда. Ол сіздің ішіңізден шығады. Ешкіммен араласқыңыз келмейді, еш жерге барғыңыз келмейді, ол іштен шығатын нәрсе, ол мүлдем бөлек тақырып. Ал кейбір адамдар олардан басқа адамдар бас тартып сырт айналған кезде осындай бір ловушканы алып алады. Соңғы кезде жалғыз қалғым келіп жүр, соңғы кезде бүйткім келіп, сөйткім келіп жүр дейді, потому что ана адамдардың бәрі сыртқа айналып кетті, сіз жалғыз қалып қалдыңыз. Осындай кезде ешкім мені түсінбейді, кішкентай кезімнен өзім ерекше едім, бір тақырыпты айтатын әңгіме жоқ деген сияқты ловушкалар пайда бола бастайды. Мен білемін деген нәрсе бұл дамуға емес, кей кезде тоқырауға алып келіп жатады. Осы ловушкада адамдар жылдап жүре береді, білмейді өзінің ловушкада екенін. Рухани жолды эгоның мақтанышына айналып кетеді осылай. Бұл эгоның ең үлкен ловушкаларының бірі. Адам білім жинайды, сертификат алады, бірақ ішкі жан дүниесі әлі де жылап тұрады. Себебі бұл жердегі мақсат сауығу емес, просто көріну. Быть, казаться, а не быть дейді ғой. Сондай нәрсе болады. Жан емес, бұл кезде образ дамай бастайды. Яғни рухани адамның, дамыған адам қандай болу керек деген кезде бізге бір коллективті сана образды береді. Сіз сол образға сәйкес келуге тырыса бастайсыз. Сіз жаныңызды тереңдетіп дамытпайсыз, просто сол образға сәйкестене бастайсыз. Образ дамай бастайды. Осы кезде адам өзіне сұрақ қою керек. Мен шынайы сауығуға дайынмын ба?
әлде осы рольді жалғастырып жүре беремін бе деген сұрақты адам өзіне қою керек. Осындай бір ловушканың кесірінен жалғыз қалып қалатын адамдар болады. Жалпы бұл нәрсе рухани биіктеу емес. Бұл ішкі жараның, қорғансыздықтың көрінісі деп айтуға болады. Білім арқылы просто оны жапқысы келеді. Бірақ ол білім жүрекке әлі түскен жоқ. Жүрекке түсіп, әрекетке әлі жетелеген жоқ болуы мүмкін. Жалпы шынайы даму деген бұл қоғамның ортасында жүріп, сол қоғам деген хаостың ортасында жүріп, сол жерден тыныштық тауып, сол жерден жүрек үніне үңіліп, сол жерден дамып, сол жерден пісіп шығу. Адамдар мысалға манақ құсап тауға барып, ол жерде күні-түні медитация жасап, мен рухани дамып жатырмын деп айтуға болады, солай істеуге болады. Бірақ бұл шынайы рухани дамуға алып келмейді. Себебі сіз тауға шығып кетіп, өз-өзіңізбен жүретін болсаңыз, айналаңызда адам жоқ болатын болса, сіз ловушкада тұра бересіз. Және ол бір сізді рухани тұрғыда көтергімейді. Сіз мынандай бір лестницаға шықпайсыз, бір жазық далада қалып қаласыз. Ал қоғамның ортасында адамдармен араласып жүріп, біресе ренжіп, біресе күліп, біресе ұрысып, бір нәрсені түсініп жүріп дамыған кезде адамда шынайы даму пайда бола бастайды. Себебі айналамыздағы адамдар бізді зеркальтеп тұрады, бізге подсказка беріп тұрады. Сенің қай жеріңде что не так, соны подсказка ретінде беріп тұрады. Соны түсініп, адам ары қарай лестницадан лестницаға көтеріле береді. Жалпы нағыз бұл бір руханият ішкі күшіңмен, ішкі тыныштығыңмен, қоғаммен тірі байланыс орнату. Келесі ловушкалардың бірі бұл жағымсыз сезімдерден қашу. Бізде мынандай бір образ бар. Рухани оянған адамға ашулануға болмайды, ренжуге болмайды, бір іс-әрекеттерді жасауға болмайды деген бір образ создавать етіп берген коллективті сана. И біз бәріміз соған соответствовать еткіміз келеді. Үнемі позитивте жүруге тырысамыз, ашулансақ біздің вибрациямыз түсіп кете ме деп, мына ішкі көтеріліп тұрған сезімдердің барлығын қайтып ішке қарай тығып жіберіп жатамыз. Егер сіз ашулансаңыз, 10 жыл бойы ізденіп жүрген, алып жүрген біліміңіздің барлығы зая кетеді ғой. Себебі рухани оянған адамға ашулануға болмайды деген бір портрет болады миыңызда. Бұның барлығы ішкі жан дүниемізді оятпайды. Керісінше біз бетімізге қабат-қабат масканы киіп алып жатамыз. Ал жанымыздың жарасы тереңдеген үстіне тереңдей бастайды. Жағымсыз эмоциялар бұл шын мәнінде жанның даусы. Сіз сол арқылы ішкі жараларыңызды таба аласыз. Егер біз оны шығармай, вибрациям түсіп кетеді, ашулануға болмайды, бір нәрсеге соответствовать етпей қалам деп игнорировать ете беретін болсаңыз, сіздің көлеңкелі тұстарыңыз дами бастайды. Бұл көлеңкелі тұстарды басу, негативті сезімдерді басу, бұл просто мен жақсы болуым керек деген ғана маска. Үнемі позитивте жүрім керек, үнемі керемет болып жүрім керек деген маска. Бұны игнорировать еткен сайын керісінше адам төменге кете бастайды. Осы сезімдерді мойындау қажет. Рухани адам, оянған адамның ешқандай образы жоқ. Нандай критерияларға соответствовать ету керек деген нәрсе жоқ шын мәнінде. Алдында маған бір кісі комментарияға жазып, сіз деген рухани нәрсе туралы айтып жатырсыз, эмоциялар туралы жазған ғой, сөйтсем, сізде неге бұндай эмоциялар болады? Сіз рухани оянған адамсыз ғой. Мен рухани оянған адаммын деп ешқашан ешқай жерде айтпағам. Мен айтамын да, ол рухани оянған адамның образы, сол сіздің басыңыздағы образ. Мен ол образға соответствовать етуге міндетті емеспін. Сондай бір образдарды құрастырып аламыз да, соған сәйкес келу үшін өзіміздің шынайы бейнемізден, шынайы қабілеттерімізден, шынайы қасиеттерімізден бас тартамыз. Бізді Құдай, мысалы, клубника қылып жаратса, біз бананға ұқсағымыз келеді.
сол кезде разрушение, шірік бастаймыз. Ол нәрсе біреуге ұқсауға тырысудың қажеті жоқ, просто ішкі жан дүниеден керек нәрсені шығару керек. Сезімдерді бірінші кезекте, негативті болсын, позитивті болсын, сезімдерді басудың қажеті жоқ. Оларды сезіну керек, орын беру керек. Мына жақта біз шынайы реальность, мына реальность өзгеше болады да, біздің мынау білім арқылы, бір адамдарға ұқсағымыз келген арқылы, бір создавать етіп алған, құмнан жасалған біздің бір үйшігіміз болады да, бірақ ол кішкене жел соқса түсіп қалады. Ал біз ішкі жан дүниемізден мықтылықты, ішкі жан дүниемізден стерженді шығаруымыз қажет болады. Білім алған кезде сізге не нәрсе қажет, сізге не нәрсе қажет емес, сол нәрсені адам түсіну керек та, өз үшін алу керек. Бір кітапты 1 жыл бойы оқыңыз, бірақ оны миыңызға тығып, сосын оны әрекетке алып келу керек. Күн сайын миллион кітап оқып, күн сайын тренингқа бара беру жанды шаршатып жібереді. Сіз өз жаныңызға үңілгіңіз келмейді, жаныма үңіліп жатырмын деген бір оймен миыңызды алдағыңыз келеді. Іске аспай қалған фантазияларыңызды сөйтіп бір іске асырғыңыз келеді. Басқа адамдардың әртүрлі бір өздері, енді әркімнің өткен жолдары әртүрлі болады ғой. Сіз де өзіңізді ана жолға тыққыңыз келеді. Бірақ сіздің жолыңыз бөлек болуы мүмкін. Осындайда бір адамдарда ловушка болады. Одан кейін мына сезімдерді дұрысымен шығармаған кезде адам сонда бір шектеулерге кіріп кетеді. Өзіміз діннің шектеулерінен әрең шыққан кезде бізге создавать етіп берген рухани оянған адам осындай болу керек деген екінші шектеуге кіріп кетіп жатамыз. Бұл тоже бір тәуелділік. Бір қорадан шығып екінші қораға кіру. Шын мәнінде рухани оянған адамның ешқандай образы жоқ. Әр адамды Құдай әртүрлі қылып жаратты. Әр адам оянған кезде әртүрлі болады. Оның барлығы бірдей робот болып, инкубатордан шыққан балапандар құсап, бірдей болуы қажет емес. Өзіңіз ерекшесіз ба, сол ерекшелігіңізбен қабылдаңыз. Әркімнің почеркісі әртүрлі, әркімнің сезімдері әртүрлі деген сияқты. Және маған белгілі бір ярлықтарды ілмеңіздер. Сен мынандай болу керексің, сен мындай болу керексің деген сияқты нәрселер маған ұнамайды. Мен қандай бармын, просто сондаймын. Мені бір ойбай керемет мына адам, бір нәрселерді айтып жатыр, демек деген бұл деген күшті адам деп идеализировать етіп алудың маған қажеті жоқ. Ондай нәрсені алып тастаңыздар. Мен тура сіз қандайсыз, сондай адаммын. Мен тура сіз сияқты, сіз өтіп жатқан нәрселерден мен де өтіп жатқан адаммын. Маған бір образ жасап алып қараудың қажеті жоқ. Мен де тура осы ловушкаларда болдым. Бұл әлі де бармын осы ловушкаларда. Мен де қателесуім мүмкін. Менің айтып жатқан дүниелерімнің барлық дұрыс деп айта алмаймын. Менің тәжірибем арқылы, менің жолым арқылы мен түсінген нәрселеріммен тек бөлісіп жатырмын. Ол нәрсе, если сізге ұнамаса, егер келіспейтін болсаңыз, ол онда уже сіздің таңдауыңыз. Мені идеализировать етудің қажеті жоқ. Ол маған өте ауыр жауапкершілік болып ілінеді менің мойныма. Одан кейін келесі бір ловушкалар бар тағы да. Бұл миссиядағы адамдарға арналған ловушка. Әсіресе қабілет қасиеттері бар адамдарда. Бізде проектта бір уақыттары 3 айма келген адамдардың барлығының подряд қабілет қасиеттері ашыла бастады. Және матрица қалай жұмыс жасайды қарасаңыздаршы. Ол адамның ішкі жан дүниесіндегі нәрсені көрсету үшін жоғарғы әлем. Енді бір прошлый воплощенияларға да кетеді ғой, прошлый воплощениyaдағы жасаған іс-әрекетін қайталамай ма дейді да. Мына өмірде қайтадан қабілетін ашып береді. Жанат ханым айтады, мынаны инстаграмға сал деп. Жанат ханым ол кісіні осындай адам келді, осындай қабілеті ашылды деп инстаграмға салып, ол кісіні белгілейді. Мына жақтағы инстадағы адамдардың барлығы ол кісіге вау деп Құдай көріп барады. Сол кезде адам
келесі ловушкаға түседі: менің қабілетім ашылды, мен деген кереметпін, мен деген мындаймын, мен деген сындаймын деген нәрселерге алданып жатады. Осындай ловушка өте қызық ловушка. Сол кезде ашылған адамдардың ішінде қазір бар ғой, шыны керек 3 па 4 па адам ғана қалды. Қалғандардың барлығы, біреуі ақшаға кетті, біреуі эгоға кетті, біреуі қабілетін жауып тастады, прошлое воплощениеда жасаған ошибкаларын қайталаған үшін деген сияқты. Бұл да тоже бір эгоға жатады. Адам қабілет қасиет арқылы өзін мойындатқысы келеді. Кішкентай кезіндегі мойындалмай қалған, көзге ілінбей қалған травмаларын менің енді қабілетім бар, маған қараңдар деген сияқты мойындатқысы келеді. Бұндай нәрселер негізі өте көп кездеседі. Әсіресе қазақтарда, қазақ әйелдерінде. Бізді қанша уақыт бұрын әбден қорлап, біздің бүкіл қабілет қасиеттерімізді жауып, бізді тек бала туатын, тамақ жасайтын ғана бір роботқа айналдырып қойды ғой. Жан ретінде біз ешқандай құқығымыз болмады. Қазір жанымыз ақырындап босап жатқан кезде осындай бір ішкі травмалар, ішкі бостықтардың барлығы сыртқа шығып көріне бастайды. Негізі бұндай кезде тоқтап қалмау керек. Алдыға қарай ұмтылу керек. Осындай бір ловушкалардан өту арқылы адам бір нәрселерді түсінеді. Бекерден бекер болмайды ғой. Тоқтап қалмай алдыға қарай ұмтыла беру керек. Мен осы айтқан ловушкалардың барлығында болдым деп айтсам болады. Тек мынау соңғы миссия туралы айтқан ловушкада мен болмадым. Потому что бұл нәрсе менің арманымда да түсіме де кірмеген нәрсе болған. Бір жерден жұлып алып, екінші жерге алып келіп, отырғызып қойғанда мен непонятка болып және ашу қысып, недовольный болып келген бұл миссияға. Сол үшін мен бірнеше жыл бойы ешқандай жерде көрінген жоқпын. Ешқандай эфирда, ешқандай инстаграмда да көрінген жоқпын. Жоба X парақшасы баяғыда ашылған, бірақ оны жүргізген жоқпын. Себебі мен андай непонятный чувствомен жүрдім. Маған бұл нәрсе не үшін керек деген сияқты нәрсемен жүрдім. Маған бұл қабілетте, қасиетте түкте керек жоқ, неге маған берілді, менде андай бір отвращение болды ма, непонятный нәрсе болды. Сөйтіп Құдай сақтап ондай ловушкаға түспей қалдым. Бірақ возможно түсуім, потому что менде эволюциядан ақырын енді өтіп жатырмын ғой, тура сіздер сияқты. Мен будущем түсуім мүмкін осы ловушкаға. Өзінше болып, өз қабілетімді адамдардың алдында жақсы болып көріну үшін пайдаланып деген сияқты нәрселер болуы мүмкін. Болып жатса, ничего страшного. Одан да өтеміз деген ойдам. Жалпы осы ловушкалар туралы. Тек бір орында тұрып қалмау керек. Және біздің нағыз миссиямыз бұл өз өмірімізді толықтай шынайы махаббатпен сүру.